Біздің команда, яғни Ченнайдағы Аполло ауруханасында жүрек трансплантациясымен айналысып келеді. Аполло Ченнайда алғашқы жүрек трансплантациясы 1995 жылы жасалған болатын. Қазіргі уақытта команда құрамында тек хирургтер ғана емес, сонымен қатар жүрек жеткіліксіздігі бойынша дәрігерлер, трансплантолог, пульмонологтар, реаниматологтар және гастроэнтеролог инфекционисттер де бар. Яғни, бұл өте ауыр халдегі науқастарды қарайтын үлкен көп салалы команда. Трансплантациядағы ең маңызды әрі қанағаттанарлық сәттердің бірі өте ауыр халдегі науқастарды трансплантацияға қолайлы уақытта анықтау. Яғни, біз науқастарға трансплантацияны тым ерте жасамаймыз, бірақ сонымен қатар нәтижесі нашар болатын тым кеш кезеңге де жеткізбеуге тырысамыз. Қазір бізде жүрек пен өкпе трансплантациясы бойынша бүкіл оңтүстік шығыс Азиядағы ең үздік нәтижелердің бірі бар. Бізде жүрек трансплантациясынан кейін 15-16 жылдан астам өмір сүріп жатқан. Сондай-ақ өкпе трансплантациясынан кейін 10-11-12 жылдан асқан науқастар бар. Бұл негізінен біз ең үздік тәжірибелерді қолданғанымыздың және шынымен қажеті жоқ. Дәрі-дәрмекпен немесе трансплантациясыз жасалатын жоғары қауіп-қатерлі коронарлық шунттау, жоғары қауіп-қатерлі қақпағы ауыстыру сияқты операциялар арқылы көмектесе алатын науқастарға трансплантация жасамағанымыздың арқасында мүмкін болды. Сондықтан бұл біздің командамыздың басты ерекшелігі болды. Және мен мұны тек жеке адам ретінде емес, сонымен қатар құрамында хирургтер, жүрек жеткіліксіздігі бойынша мамандар, кардиологтар, трансплантолог, пульмонологтар, реаниматологтар, сондай-ақ инфекциялық аурулар дәрігерлері бар үлкен команданың мүшесі ретінде айтып отырмын. Әсіресе дәріге төзімді инфекциялар дәуірінде осы мамандардың көмегімен біз науқастардың нәтижесін жақсартуда үнемі алға жылжып келеміз.